Сәлем, Қазақстан пікірсайыс чемпионатының 3-ші күні. Біз қазір 1-4-те ойнап шықтық. Негізі өтуіміз керек, ары қарай, бірақ десе де әлі ойын ойдаған жоқ. Жалпы Қазақстан пікірсайыс чемпионаты бізде өте қиын келіп жатыр қазір, өте қиын болып жатыр. 2 күнде ойдағыдай болып жатқан жоқ. Ал бізге бұл турнир жеңу өте маңызды. Жалпы қиын жол болып жатыр, бірақ финал, осы полуфинал деген біз үшін маңызды бір шешуші сәттер болып тұр. Осы жерде бір табандылық таныту керек. Үміт қошемер, қайда. Осы қосылу керек қой кішкене. Болды енді. 3 күн тяжко болды, Бәрі әділетті болды. Да. Ладно, давайте басынан бастайық. Қазақстан пікірсайыс чемпионаты 85 команда, 170 қатысушыны қамтыған өте ауқымды пікірсайыс турнирі. Қазақстан пікірсайыс чемпионаты британдық парламенттік форматта өтеді. Бұл форматқа сәйкес 85 команда 8 іріктеу раундының нәтижесінде 16-сы альфа лигаға жолдама алады, 16-сы бета лигаға жолдама алады. Турнирде мектеп оқушылары да қатысып жатқандықтан, оларға да финал ұйымдастырылған. Қазақстан пікірсайыс чемпионатына 8 аймақтан пікірсайысшылар жиналды. Олар Астана, Алматы қалаларынан және де Қарағанды, Павлодар, Ақтөбе, Абай, Қостанай және Жамбыл облыстарынан келген пікірсайысшылар болатын. Турнир жеңімпаздарына ұйымдастырушылар 1 миллион теңге жүлде қорын қарастырды. Турнир ауқымдылығы соншама, бұл турнир әдеттегідей 2 күн емес, бақандай 3 күн өтеді. Яғни 4 іріктеу раунды 1-ші күні, 4 іріктеу раунды 2-ші күні, сәйкесінше плей-офф ойындары 3-ші күні өтеді. Әрбір өзін сыйлайтын спикер ретінде біз турнирдің дайындығына тиянақты қарадық. Турнир үшін жұмыстан сұрандық. Мен чемпионатқа қатысу үшін қазір жұмыс істейін деп жатырмын. Қазір соның бәрін отрабатывать ету керек болып жатыр. Все өшірді ме? Еңбек демалысымды сапалы дайындыққа арнадым. Әрбір раундқа индивидуалды стратегия құрадық. Я мынау қатысушыларға, мынау төрешілерге, мынау көрермендерге, мынау волонтерларға, мынау организаторларға. Тіркеуден өтіп болғаннан кейін Қызғылт Сары залына ашылу салтанатын тамашалауға аттандық. Қайырлы таң, құрметті жиналған қауым. Барлықтарыңызды Қазақстан пікірсайыс чемпионаты 2023-те көргенде өте қуаныштымын. Сіздерге қандай сенім артып отырғанын. Қатысушылар, барлықтарыңызға қайырлы күн, барлығымызды осында көргенімізге өте қуаныштымыз. Кез келген турнирдің сәтті өтуі тікелей бірнеше адамдарға байланысты. Олардың бірі бас төрешілер. Бәріне сәлем, менің есімім Ақылжан, мен осы турнирдің бас төрешісімін. Жалпы бас төрешілік туралы айтатын болсақ, ол қалай болады? Алдымен бас төрешілердің құрамы анықталады, осы ұйымдастырушылардың шешімімен. Одан кейін бас төрешілер әрқайсысы осы
турнирға өздерінің қарарларын дайындайды, ойлап табады, ізденеді. Одан кейін бүкіл бас төрешілер өздерінің қарарларын алып келіп, бірге талқылап, жаңағыдай сұрыптаудан өткізіп, ең жақсы жаңағыдай осы қарарға келетін критерияларға сәйкес келетін қараларды таңдап, өзінің қараларын осы ойнауға ұсынады. Қараларға қандай критериялар қойылады? Көбінесе ең маңызды критерий ол баланс болуы, яғни үкімет тарапына да, оппозиция тарапына, және британдық парламенттік формат болса, ашушылардан бөлек, яғни жабушыларға да баланс болу керек, яғни кеңейтілетіндей қарар болу керек. Яғни 4 үстелдің әрқайсысында айтатындай маңызды аргументтер болу керек, сонда ғана біз бұл қараларды баланс деп айтамыз. Сонымен қатар барынша жаңағыдай қызықты, актуалды қараларды жаңағыдай қою бұл бас төрешілерге үлкен плюс болады. Одан бөлек бас төрешілер бұл турнирге дейін моменттер болса, турнирге дейін қарардан бөлек олар төрешілік құрамды дайындау керек, яғни сапалы төрешілерді шақыру, оларды дайындау деген сияқты. Турнир барысында сол бүкіл кімдер қай жерде төрешілік етеді, төрешілікті барынша сапалы жаңағыдай бөлу, ұйымдастыру, осының барлығы бас төрешілердің жауапкершілігінде. Британдық парламенттік форматқа сәйкес ойыншылар қарарды және де өздері ойнайтын позицияны 15 минут бұрын біледі. Және де сол 15 минуттың ішінде қарарға өз ойнайтын позицияға дайындалып үлгеру қажет. Самый радикальный способ, не самый уникальный. Я осы кезде ультиматум қоямын. Ультиматум неге осы моментте сенде қосымша мотивация керек, чтобы отырып осы жерде раунд ойнау үшін. Британдық парламенттік форматқа сәйкес төреші раунд аяқталғаннан кейін шешімді және де сол шешімді қандай логикамен шығарғанын түсіндіреді. Төрешінің шешіміне сәйкес бірінші ранг алған командалар 3 ұпай, екінші ранг алған командалар 2 ұпай, үшінші ранг алған командалар 1 ұпай, сәйкесінше төртінші ранг алған командалар 0 ұпай алады. Нормально фонда түсеміз аяқта. Окей, Қазақстан пікірсайыс чемпионатының бірінші раунды бітті. Бірінші раундқа негізі болады ойын, По идее, бірінші раунд бізде не болған жоқ. Яғни қатты бір уровень жоғары ойын көрсеттік деп айта алмаймыз, себебі бірінші раунд болғаннан кейін жай ғана дене қыздыру болған секілді болды. Көп жағдайда көп нәрсе дәлелденбей қалып кетті, көп нәрсені айтып салыстыруға болатын еді, бірақ ол нәрселер жүзеге аспады. Бірінші раунд нәтижесінде біз бірінші ранг алдық. Дәулет мырза, естіп жаттық сіздерде, бірінші раундта блок шатастырып алыңыздар, кабинет шатастырып алыңыздар, тіпті даже қарар шатастырып алыңыздар деп. Сол қаншалықты әсер етті дайындалып, қаншалықты тез дайындалып, басқа позицияға дайындалып үлгердіңіздер? Бұны біз, короче, мен жаңа тепті қарағанда парасат Q дегенді почему-то парасат G деп көріп, ашша позицияға дайындалдық. Айдан екеуміз көшті кейс сұрадық оппозицияға. Сөйтіп румға кіріп отырдық, сосын бір кезде парасат Q келеді. Біз ойнаймыз ғой, сендер басқа жерде емессіңдер ме? Сөйтіп жарассан деді, раунд басталайын деп жатыр уже. Дәулет қайдасың деді, мен осыны айтамын, в смысле біз басқа румдамыз ғой, я сен біздесің, мен сұрайын позиция қандай десем, аш үкімет деді, сосын жүгірдік айдан екеуміз. Стоп, сенде неше уақыт болды сонда позиция кейс құруға, Вообще 0. Біз просто аш үкімет. Біз жаңағы 7-ші блоктан 8-ші блокқа жүгіріп бардық, айдана 5 минуттық реч берді на ходу. Сөйтіп дайындығымыз жақсы болған жоқ, в любом случае, бірақ меніңше шанс бар жақсы ранг алуға. Бірақ Реза жақсы деп ойлаймын, негізі бірінші раунд үшін жеңіл, жалпы дебатқа қатысты аса қатты білім талап етпейді, және де баланс та бар деп ойлаймын. Бірінші раундтың Резасына мен жоғарғы баға қоямын. Болды ма? Турнирге байланысты әсерлермен тек өзіміз бөліспеу үшін басқа қатысушылардың да ойын білгіміз келді. Себебі олардың әрқайсының турнирге қатысудағы мақсаттары әртүрлі. Оған қоса олар біздің қарсыластар. Амирлан, салам. Жалпы сен біліміміз бойынша орыс лигасының ойыншысың. Қазір қазақ тілінде пікірсайыс турнирін ойнап жатсың. Сенде жалпы мотивация қандай? Неге қазақ тілінде ойнаймын деп шештің? Және де қиын болып жатыр ма? Ассалаумағалейкум, сұрағына рахмет. Негізі мен үшін бұл турнир өте ерекше болып саналады, өйткені
мен бұрын тек қана бір турнирге қатысқам, қазақша Сенім Кап. Алайда бұл 2 жыл бұрын болған. И мен үшін бұл турнир челлендж болып келеді. Өйткені егер де мен қазақша түсінсем, алайда языковой барьер бар, алайда мен сөздік құрым өте аз, сондықтан мен үшін бұл челлендж. Бірақ өте қызық. Өйткені егер орыс лигасында жүрсең, сен үшін бұл ыңғайлы. Өйткені сен тәжірибең бар, авторитетің бар, алайда қазақ лигасында ешкім танымай жүр. Сол ішіне қызық. Сіздер қандай клубтансыздар, қайдансыздар? Біз Қарағанды қаласынанбыз, біз IT Debate клубынан. IT Debate клуб ол қандай мектеп? IT мектебі, ақпараттық технологиялар. Бірінші раунд жайлы ойларыңыз қалай? Раунд өте мықты өтті. Біздің ойымша, енді біз ойлағанбыз, біз қазір бір оқушылармен бір раунд, бір брейк болатын деп, жоқ. Енді раунд күшті болды. Жақсы, рахмет. Сіздердің турнирға келу мотивацияларыңыз қандай? Яғни турнирдан не үшін келдіңіздер? Жалпы бүкіл ресурстың бәрін құртып, уақыт құртып, ақша құртып деген секілді. Өйткені өзіміз дебат ойнағанды жақсы көреміз. Жаңа дебатерлермен танысып, жаңағы елдің түкпір-түкпірінен тәжірибе жинап, орын алу. Жаңа опыт ең бастысы. Сіздер қандай жетістікті көздеп отырсыздар? Яғни қай жерге шейін жетеміз деп отырсыздар? Қай жерге дейін болады, сол жерге дейін. Қай жерге дейін болады, сол жерге дейін ба? Жақсы, рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы, Еркебұлан мырза, біз білуімізше, сіз қазір Алматыдан келіп отырсыз. Ол жақта сіздің жұмысыңыз бар, басқа да енді бір үлкен отбасыңыз бар. Осындай секілді өзіңіздің жеке тірліктеріңізді тастап, осы Қазақстан пікірсайыс чемпионатына келу мотивацияңыз қандай? Так, біз енді Мағжан екеуміз, Мағжан білесіңдер ме? Мағжан екеуміз бірге офис аламыз. И күнде әртүрлі тақырыптар талдаймыз да, бірақ біздің талдауымызда дебат деген мүлде болмайды. Ең бірінші келген себебіміз дебатты еске түсірейін деп, содан келіп отырмын. Осындай еді ғой деп. Сол. В целом-да мен дебатта уже 9 жыл ойнаймын ғой, сондықтан дебат ойнаған ұнайды, осы жердегі адамдар ұнайды, ұтқан ұнайды, ұтылған ұнамайды, бірақ күшті ойларды естіген ұнайды. Сол үшін келіп отырмын. Және дебат біріншілігі менің ойымша Қазақстанда ең маңызды турнир болу керек. Ондай болу үшін, наверное, үлкенді кішілі бәрі келу керек деп есептеймін. Сондықтан менің міндетім шығар келу. Жалпы сіздің қазіргі осы ойында қойған мақсатыңыз турнирді ұту, иә? Да, ұтатын сияқты. Андай мақсат жоқ енді, ұту деген, бірақ ұтатын сияқты. Жақсы, онда раундтарда көріскенше. Рахмет. Иә, осылайша біз тек қана финалда кездестік. Сонымен бірінші раундтан кейін біздің команда екінші рангты алды. Біздің алдымызға біраз команда шығып кетті. Солардың ішінде Аслан мен Шыңғыс та бар. Сондықтан бізге ұпайлар жоғалтуға болмайды. Екінші раундта бізге жабушы үкімет позициясы түсті. ПП форматының ерекшелігі раундта 2 үкімет және 2 оппозиция командалар бар. Яғни 2 команда бір жақты қорғайды. Соған қарамастан әлі де қартылас болып қала береді. Біздің команда ащы үстел айтқан заттардан бөлек ойынға жаңа серпіліс беріп күшті аргументтер айту керек. Айдан екеуміз жақсылап дайындалып, керемет ынтамен ойынға кірдік. Первое надо его. Я думаю, ОП, я не знаю, кто это, бірақ олар жақсырақ дайын. Я думаю, их можно просто детализацией забрать. Единственное, надо всего подумать. На это правильно. Да, Азиза? Извини. Первое, можно сказать, біріншіден, мы не запрещаем им уезжать. Да? Да, біз просто олардың қолына жағдайсыз. Біз процесс қиын. Шектеулі ресурс бар мемлекеттің өзі үлкен приоритетке здравоохранение мен білім сол үшін біз құя аламыз ақша. Что там айтамыз? Мы что-то делаем.
загранпаспорт беру бермеу деген мәселелерге и оған оларда дайын өнім шығару жоқ, оларда инновация жоқ, ғылым дамыған және тағы басқа. Қазіргі глобализация әлемінде именно ғылым жақта ғылым және де білім қатты дамыған мемлекеттер конкуренцияға ие. Қазіргі таңда сенің там мұнай бойынша бірінші орында болғаны немесе бүкіл меңгерек. Олар әңгіме түсе алмайды, немесе осы адамдар Қазақстанның студенттері ол Гарвардта оқыған. Екіншіден ол жақта олай болмаса да фаундейшндерді оқу керек классына, және де немесе чешский язык білу керексің, немесе поляк язык білу керексің, ол да әлі де көп ақша талап етеді, сондықтан да ол жаққа бару оңай емес. Екіншіден олар айтады, бізде альпинистер бар, олар мемлекетке. Сондықтан біз одан өзіміздің заттарымызды көбейте берейік деген әлі енді біздің ойымызша олар көбірек айтады, басқа мемлекетке кету көбірек болады. Бірінші құрметті төреші. Иә, окей, Чехиядағы білім бұдан жақсырақ шығар, бірақ олар Қазақстанға қайтып келмейді, Чехияда қалатын болса, оның қаншалықты Қазақстанға немесе дамушы елге пайдасы бар, үлкен сұрақ. Жалпы жабушы үкіметтің кейсіне үлкен сұрақ, неге осы даму стратегиялар болады, олар жақсы инвестиция тарта алады, олар жақсы бизнес-модельдер көрсете алады. Біздің ойымызша бұның барлығы ешқашан мұңайға емес, ақшаға емес, бұның барлығы адамдарға қатты байланған деп айтамын. Уақыт. Иә, мен 20 адамға барлықтарына күшті университет ашайын жоқ, мен сол 1000 бала. Ескерту бойынша қол қойды. Командалардың жалынды сөздерінен кейін екінші раундтың нәтижесі бойынша Айдана екеуміз бірінші ранг алдық. Осылайша біз 5 ұпай жинап, жоғарғы ұпайлы командалардың арасына қосылдық. Бір жыл армияға барып, көпшілік үшін деп, немене деп? Негізі ұнады ма біздің дайындығымыз, ойымыз бәрін ұнады. Мына раунд күшті болды негізі. Ой, tamam. Мен плавно өте жақсы көремін, өте көп рахмет. Екінші раундтан кейін барлық пікірсайысшыларға түскі ас берілді. Барлығымыз отырып жақсылап тамақтанып алдық. Ал енді пікірсайысшының түскі асы чек, бірінші нан, компот және де лапшадан жасалған сорпа, соңында палау. Ұнаса арнамызға жазылып лүпіл басып кет. Қарнымызды жақсылап тойдырып алғаннан кейін кезекті 3-ші раундқа кірістік. 3-ші раунд қарары қияли, философиялық болғандықтан бас төрешіге қойылатын сұрақтар өте көп болды. Достар, мұна аргументті айтса болады ма деген сияқты жалама сұрақтар тоқтатайық сонымен. Екінші раунд нәтижесінен кейін біз 2-ші ранг алып төменге қарай құлап бара жаттық. Алдымыздағы 3-ші раундқа не болса да 1-ші ранг аламыз деген зор жігермен кірдік. Сонда адамдар көбінесе өте базовый заттардан сұрайды. Екі жерде де өлім беретінсі бар, екі жерде тірі қалу беретінсі бар. Дәл осы секілді бұл да принципиал тұрда пара-пар тұратын нәрсе бір-біріне. Сол үшін де біздің армия ретінде құқығымыз бар дейсіз. Крепостьте маңызды адамдар үшін, мемлекет үшін дәл осы секілді наш. 3-ші раунд шешімі де біз ойлағандай болмай, қайтадан 2-ші ранг алып қалдық. Осылайша біздің төменге қарай құлауымыз ары қарай жалғасуда. 4-ші раунд алдында біздің жағдайымыз қиын болса да, жігеріміз сонда да сөнбей, 4-ші раундқа да зор үмітпен кірдік. Турнирге интрига қосу мақсатында ұйымдастырушылар 4-ші раунд шешімін қатысушыларға айтпайды. Бірінші күннің 4 раунд нәтижесі бойынша Дәулет пен Айданада 11 ұпай. Олар кестенің ең жоғарғы орындардың бірінде тұр. Ал Аслан екеумізде небәрі 8 ұпай. Біздің алдымызға қаншама командалар шығып кетті.
Қазақстан пікірсайыс чемпионаты 21-23 наурыз күндері аралығында болып, ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамына тура келді. Пікірсайыс қауымдастығымен бірге нағыз қазақи түрде мейрамды бірге атап өттік. Турнир ұйымдастырушылары қолынан керемет наурыз көже іштік. Қазақ халқының ұлттық ойындары да ойнатылды. Қазақстан пікірсайыс чемпионаты тек қана студенттер мен энтузиаст пікірсайысшылардың арқасына ғана ұйымдастырылды. Жүлделік қор, наурыз, барлық ойнатылған раундтар осы адамдарсыз мүмкін болмас еді. Осындай ауқымды турнирді ұйымдастыру барысы қандай қиындықтардан өткендігін Наурызбайдан сұрадық. Сәлем, менің есімім Наурызбай, Астана пікірсайысшылар альянсының биылғы маусым координаторы және де қазір өтіп жатқан Қазақстан пікірсайыс чемпионатының бас ұйымдастырушысы. Жалпы маусым басталмай жатып мен өзімнің өзімнің тобымды жинап алдым. Олардың ішінде Айзада болды, ол бас ұйымдастырушы, жалпы осы апаның турнирлерді ұйымдастыруға барлығына сол жауап береді. Және де осы уақыт келе біз әр жерден қарап, кім қандай неге лайық болуы мүмкін, турнирлерден қарап әркімді шақырдық. Ағеркенің Неба Кочевникті қалай жүргенін көрдік, ұл баланың білеміз деген сияқты сөйтіп өзіміз шақырып ұйымдастырушылар тобын құрып алдық. Шынымен бұл тек қана студенттердің өз күшімен ұйымдастырылып жатырған турнир. Қазіргі таңда осы ұйымдастырушылар болсын, басқа да бас төрешілер, олар ешқай жерден жұмыс істеп не істемейді, олар шынымен де өзіміз ғана. Ақша жағынан келетін болсақ, біздің финансының өте көп бөлігі ол жарна арқылы жиналды, яғни әрбір қатысушы белгілі бір көлемде жарна төледі, және де біз сол арқылы түскі астар, тәуелсіз төрешілерге жалақы және тағы да басқаларды төледік. Аслан сұраған жаңағы басқа ұйымдардан нелерден қолдау болатын болса, негізі биылғы сезон қолдау табу шынымен де өте қиын болып жатыр. Себебі білмеймін, бәлкім бір нәрсе ауысқан шығар, бірақ осы пандемияға дейінгі кездерде өте көп жеке компаниялар, нелер болсын, олар қуана осындай нелер ақшалай көмек бізге беретін. Егер тарихта ашып қарасаңыздар, неше түрлі Конрад деген түрлі фондтар болған. Қазіргі кезде ондайлар табу қиын, себебі олар қазір ешкім ақша бөлмейміз дейді, ақша жоқ дейді, не дейді. Және де басқа да компаниялармен, өте көп компаниялармен, нелермен жеке осындай қолдау білдіруі мүмкін адамдармен сөйлесесің, және де олар ешкім финансовый осындай көмек бере алмайды. Кейбір нелер әртүрлі кітаптар немесе сертификаттар нелер беруі мүмкін, бірақ ол бәрібір де ұйымдастыру жағынан қатты көмек бермейді ғой. Турнир ұйымдастыру үшін қаржы керек, және сол жағынан шынымен де қиындықтар бар. Келесі жылға не өзгерту керек десе, шынымен де біз бастағаннан да әлде қайда ертерек бастау керек, және де олармен шынымен де оларға түсіндіруге тырысу керек, мысалы не үшін керек және тағы да басқа деген сияқты. Кейбір білмеймін, демеуші болуы мүмкін деген жаңағы нелер, бір компания, мысалы қазір айтпай қояйын, олар айтады, біздің бизнестің моделіне байланысты бізде осы ақша білмеймін, қыркүйек айында болады дейді. Егер қыркүйекте келгендерінде біз ақшаны сақтап қоятын едік, сендерге көмектесер едік, бірақ қазір бізде жоқ дейді. Және де солай таба алмай қаласың да ақша деген сияқты. Және де шынымен де оны біріншіден әлде қайда ерте бастау керек. Екіншіден, менің ойымша, қазіргі кезде осы қиын жағдай болғандықтан көптеген компанияларда сенімсіздіктер, нелер бар. Мысалы, Астана пікірсайысшылар альянсы ол ресми тіркелмеген ұйым, ол осы студенттердің жаңағыдай бірлестігі, және де кейде әртүрлі маркетинг, жаңағы менеджерлармен егер жақын танысып алсаң, олар әрине жоғары өздерінің бастықтарына түсіндіріп, мыналарға қолдау шынымен болады деп түсіндіреді. Бірақ осындай ресмилік болмағаннан кейін бәлкім компаниялар да қорқатын шығар, және де осындай ресми де атақ алу керек деп ойлаймын. Үшіншіден, біз егер жалпы апаның инстаграмын қарай бастасаңыздар, турнирлерін не істесеңіздер, биыл контент әлде қайда көбірек шығып жатыр, біз өзімізді көбірек танытуға тырысып жатырмыз. Және де менің ойымша осы жұмысты ары қарай да жалғастыра беру керек. Көбірек видеолар, фотолар, отчеттар жасап,
міне біз осында ұйымыз тек қана өз арамызда ғана емес, бірақ сыртқа танытып басқалар да түсінетіндей, білетіндей, және де тек қана пікірсайысшылардың арасында ғана емес, бәлкім одан да кеңірек аудиторияда танылуға тырысу керек шығар. Менің есімім Азида. Мен Ұлбала. Және біз осы Қазақстан пікірсайыс чемпионатының бас ұйымдастырушыларының біріміз. Жалпы біздің дайындық сонау бір қыркүйектен басталды деп айтайыншы, потому что лично менің морально дайындалып жүрдім, мен осындай турнир өткіземін деп. Наурыз екеуміз кәдімгідей бастадық. Бізде осы жазға апа деген турнир болған. Сол кезде Нұртас, мен, Наурыз үшеуміздің митта талқылағанымыз есімде әлі осы. Және каждый раз бізде созвондар болатын, осылайша біз негізі дайындалып бастадық. Сосын Ұлбала мен Ақерке қосылды, және бізге дизайнер Аяулым, біздің Қудыцының логосын жасаған Аяулымға тоже рахмет айтамыз. Осылайша 5 адам болып біз керемет турнирдің дайындығына примерно қанша? 2 ай? 2 ай бұрын кірістік. 2 ай деген негізі үлкен турнир үшін өте аз уақыт дайындық. Бірақ та 2 ай ол біздің нақты прям дайындықты бастаған уақытымыз шығар. Былайша біз жайлап дайындалып жүрдік Наурызбай екеуміз. Турнирді ұйымдастыру барысында қандай қызықтар болды? Мен өзім қаржыға жауап берген соң көп қаржылық қызық оқиғалар болды десем, себебі біз донат жинадық, академия ұйымдастырдық. Ақшаны салады, комментарийға жазбайды, немесе ақшасын қайтаруды сұрайды, академияны тезірек жібер, ссылкасы қайда, доступ бер деген сияқты осындай өте көп сообщениялар аламыз. Еще біздің ең үлкен мақсатымыз өткен жылғы планкадан жоғары етіп жасау болды. Көбірек команда жинау, көбірек қызықты өту, социалдарды көбейту, тамақтарды күштірек етіп жасау, тағы осы сияқты бізде өте үлкен планкалар болды. Біз оны хотя бы жасадық деп ойлаймыз. Жоқ, мне кажется, уже асып кеттік біз. Сонымен достар, пікірсайыс раундтарына оралайық. Шыңғыс екеуміздің жағдайымыз әлі де мәз емес. Бәсекелестік әзірше кестеде жоғары тұрған командалар арасында болып жатыр. Солардың бірнешеуінен сұхбат алдық. Бәріне қайырлы күн. Қазір бізде абсолют команда бар, яғни 5 раунд бойы бірінші рангпен келе жатқан команда бар. Ол Еркебұлан мен Лаура. Сіздерден сұрап жіберейік. Еркебұлан мырза, сіздер қалай бірінші рангқа алып келесіздер осы уақытта? Эмоцияның, логиканың арқасында ғой, басқа ештеңе жоқ. Манипуляцияның арқасында. Манипуляция. Лаурахан, сіздің ойыңызша? Құдайдың арқасында. Құдайдың арқасында ма? Және де оларға соперник боламыз деп, Самат мырза бізде соперник боламыз дейді. Самат мырза, сіз қалай ойлайсыз? Неге қазірше Еркебұлан мен Лаура бірінші орынмен келе жатыр, және де сіздер оларды ұтасыздар ма? Алдап кетіп жатыр төрешілерді. Манипуляция, кілең манипуляция. Біз ондайға төзбейміз, келесі раунд өзіміздің бірінші рангымызды аламыз. Сұрақ қойғанда қабылдау керек еді. Бір фракцияда ұлттық. Келесі раундқа стратегияларыңыз қандай? Келесі раундтағы стратегия Құл мырза шығып екеуін алады. Мен до конца добивать етіп, жабушы оппозиция болып, олар ашу оппозицияда біз алдап кетеміз. Сценарий айтып берейік. Бізде, Саматтар бізді ұту үшін біз дайрект клэште болмауымыз керек. Және олар біздің жабушы болса, егер де олар біздің ашушы болса, біз олар точно ұтамыз. Тікелей клэште болса, точно ұтамыз. Олар біздің жабушы болса, немесе біздің қарсыласымыздың жабушысы болса, олар бізді ұталады. Жақсы, рахмет. Құл мырза, қосарың бар ма? Келесі раундта қосарың жоқ па? Жақсы, рахмет. Біз үздік спикер болып қалдық осы мөретте. Раундтың. Рахмет. Қалай ақыршағдай көзі жастықтардың ашу оппозиция мүлдем көтпейді. Бұл дебатта тек қана біздің сөз, жабушы оппозиция сөйлі ғана сіздерге өте жақсы қисынады. 2022-2023 жылдың ең үлкен проблемасы біз 90-шы жылдардан бері көрмеген өте үлкен инфляция болды, 9.1% инфляция.
сонда қазіргі өте қымбат баға дегеніміз ол шынымен де ақш үкіметінің тікелей кінәсі болмас и так далее. Неге америкалық студенттер міндетті түрде ақылды және жұмысқа қабілетті болып шығады? Бәрі сол студенттік қарызды алып жатыр, бірақ сен алмайсың. Яғни сен қоғамнан қалып. Осындай жоғары орындардағы ойын әдетте өте тартысты өтеді. Айдана екеуміз осы раундта бірінші ранг алып, абсолютті құлаттық. Бірақ шайқас жалғасуда. Қазақстан пікірсайыс чемпионатына еліміздің түкпір-түкпірінен бас төрешілер және қатысушылар ат терлетіп келген болатын. Біз олардан аймақтар арасындағы пікірсайыс ерекшеліктері және болашақта өз өңірлерінде Қазақстан пікірсайыс чемпионатын өткізу перспективалары жайлы ой сұраған болатынбыз. Сәлем барлықтарыңызға, есімім Нұркен. Мен осы қазіргі Қазақстан пікірсайыс чемпионатындағы бас төрешілердің бірімін. Мен Ақтөбеден, мен дәл қазіргі сәтте риторика пікірсайыс клубының жетекшілерінің бірімін. Осы турнирге дейін оқушылар өте жақсы результаттар көрсетіп келе жатыр. Және менің ойымша дәл қазіргі сәтте мектеп лигасы мен студенттер лигасының айырмашылықтары аса қатты білінбейді. Өйткені жақсы ойын көрсететін мектеп лигаларының оқушылары осы студ лигада да өте жақсы көрсеткіштер көрсетіп жатыр. Оған Ақтөбелік ITK A фракциясы, парасаттық жасақ фракциясы, Әлихандар өте себеп. Менің ойымша осындай студ лигадағы ерікті ағай апайлар мен жақсы студенттердің көмегі арқылы мектеп лигасының деңгейі қазіргі сәтте өте жақсы көтеріліп келе жатыр. Тек қана мектеп лигасындағы бір ғана проблема, ол мектептердегі құжаттар мен қиналыстар, қиыншылықтар және каким-то образом мектептерден келетін қаржылық деңгей, көмектің болмауы болуы мүмкін. Оқушыларым осы турнирге алып келмедім, өйткені олар еріншек. Мен кел десе де келген жоқ, ағай демалайық та деп десейді. Оқушыларымды алып келмеудің негізгі себебі жай ғана олардың қазіргі сәтте өте басқа пландары бар. Оқуға түсу, олар қазір 11-ші сыныптар. Уже шетелге документтер тапсыру сондайларында, бірақ келесі турнирлерде точно алып келуге тырысамыз. Дәл қазіргі сәтте Ақтөбе лигасында тек бір формат жақсы дамыған, ол американдық парламенті формат АПФ, бірақ әлі күнге дейін Ақтөбедегі дебат деңгейі көңіл көншітерлікте емес. Өйткені бізде клубтардың аз болуы немесе бір ғана клубтың жақсырақ жұмыс жасауының кесірінен әлі күнге дейін деңгей жақсы емес. Менің ойымша, құрметті ақтөбеліктер, басқа форматтарды тоже мойындап, осындай турнирлерге келіп, жақсырақ болсақ, бізде көбірек даму болады, көбірек дебат болады. Давайте бәріміз бір-бірімізді жақсы көріп, осындай турнирлерге атсалысайық. Осы турнирде мен ең қатты өкінетін бір сәт, қуанатын бір сәт бар. Осы чемпионатта батыстан тек 2-ақ фракция келген, бірақ батыс өте көп. Батыстықта жүргенмен батыстық фракция болып тіркелген 2-ақ команда. Олардың екеуі де мектеп. Уже это доказывает, что батыс, именно Ақтөбеде мектеп лигасы студ лигаға қарағанда жоғары. Өліңдері. Бәріне сәлем, менің атым Дастан Қожа. Мен қазақстандық пікірсайысшымын. Қазақ лигасының Алматыда және Астанада және біраз аймақта ойнап шыққам. Соңғы жағдайларға байланысты бас төрешіде болып көріппін. Жалпы екі аймақтың ерекшелігі, ұқсастықтарымен бірге жұмыс істеу мүмкіндіктері туралы айтқым келеді. Негізінде Астана мен Алматының форматтық тұрғыдан ерекшеліктеріне қарағанда пікірсайысқа қоятын негізгі сұрақтарына байланысты ерекшеліктер бар секілді. Яғни мына жақта көбірек сенде априори деген түсінік жоқ, көбірек дәлел қажет етеді, кез келген нәрсенің жақсы жаман екендігін ақ-қарасының бәрін ажыратып отыруың керек. Алматыда біз ол сатқа көп сағатты уақыт құрта бермейміз. Екінші ерекшелік байқағаным, қарар талдаған кезде қатысушылардың көбі Астанада тікелей релевантты тікелей байланысы бар заттар мен акторлармен ойнаған қараған кезде ерекше бір нәрсе ұсынуға тырысады екен өте қатты, және де бұл біраз қиындатады. Содан бөлек айтатын болсақ, біз Алматыда көп жағдайда аргументтердің дәлелдігі мен релеванттығы деген секілді критерийлеріне таңдау болатын болса, соларға дейін қоямыз, ал Астанада көбінесе сол дәлелдігіне акцент қояды, және ерекшеліктері де осы секілді. Ал егер жұмыс істеу мүмкіндіктері мен бірге турнир өткізу деген секілді және ірі чемпионаттар өткізу туралы айтатын болсақ, меніңше әбден мүмкін. Себебі
қайткенмен де бұл бәрібір де пікірсайыс. Жай ғана біреуінде сен көбірек сұрақ қоясың, ал екіншісінде сен көбірек жан жаққа қарай зерттейсің. И меніңше ол нәрсені жүзеге асыру мүмкін. Тек қана ең бастысы бір аудармашылар болуы маңызды сынды. Өйткені бір Астананың өзінде де халықаралық форматқа көшпей жатып, аға буындарын бейімдеуге қатысты біраз адам еңбек еткен болатын. Тура сол секілді аймақты бейімдеуге, болмаса Астананың аймаққа шығып және соған бейімделуіне жұмыс істеп ден қоятын адамдар бар болатын болса, оны жүзеге асыру әбден мүмкін. Ең бастысы сондай алаңдарды беру, мүмкіндікті беру және адамдардың сол нәрсені түсінуі керек секілді. Себебі қазір астаналықтарды Алматыда көп көре бермейміз турнирлерде, бірақ келгеннің өзінде көбінесе бір фракциямен өз клубтастармен ойнатады, бірақ меніңше олай форматқа немесе аймақтық ерекшеліктерге бейімделу қиын. Сол себепті жандарына бір жақсы пікірсайысшы, жақсы әріптесті алып ойнаса, жүзеге асыру әбден мүмкін секілді. И бір қазір бір жаман бір нәрсе айтамын, бірақ дегенмен менің түсінігімде алматылықтардың Астана форматына бейімделуі әлдеқайда тезірек жүретін сияқты астаналықтардың алматылықтардың форматына бейімделуіне қарағанда. Бұл да бір ерекшелік, және осы ретте меніңше астаналықтарға Алматыға немесе оңтүстікке жиірек келіп тұру керек сияқты. Арзымайды. Қазіргі таңдағы Семей институт лигасындағы БПФ британдық парламент форматында және Астанада ойнатылып жатқан форматтарда айтарлықтай ерекшеліктер бар деп айта алмаймын. Себебі қазіргі таңда семейліктер де өте көп астаналық турнирларға қатысады. Соңғы 3-4 жылда, сонымен қатар астаналықтар да семейліктерге жиі барады. Тәжірибе алмасу, тренингтар, лекцияларға байланысты қазіргі таңда сондай үлкен менің ойымша айырмашылықтар жоқ. Британдық парламенттің форматтың ережелері барлығы бірдей, және дәл сол ережелермен Семейде де, Астанада да дәл солай ойнатылып жатады. Тек семейлік қазіргі таңдағы үлкен гранд турнирлардың менің ойымша бір ерекшелігі, ол Семейде Линкольн Дуглас форматындағы турнирлар, яғни жеке үздік пікірсайысшыны анықтау мақсатында осындай жеке спикерлердің арасындағы турнир барысында өткізіледі. ЛД турнирі да үздік спикерді бізде Линкольн Дуглас форматымен анықтайды. Астаналықтарда ол көбінесе жаңағы ортақ қойылған спикерлік балдармен анықталады. Мен ойымша турнирлардың өткізу ерекшелігі дәл қазіргі таңда тек осыда ғана болып тұр. Басқа айтарлықтай айырмашылық көре алмаймын. Енді чемпионатты келесі жылы Семейде өткізуге болады ма деген сұраққа келетін болсақ, мен ойымша, егер дәл қазіргі таңда Семейде ойнап жүрген студенттердің ұйымдастыруға өздерінің ықыласы болса, мен ойымша Семейдің әлеуеті потенциалы в принципе жетеді. Себебі ұйымдастырушылық топтар да бар, өте көптеген клубтар өздерінің гранд турнирларын дәстүрлі түрде өткізеді, төрешілерді де жалпы барлығын қамтуға болады. Сонымен қатар чемпионатта тек семейлік төрешілер ғана емес, жалпы барлық қалалардан төрешілер шақыртатын болғандықтан, осындай дүниелерді егер жасау мүмкіндігі болса, әлі де жасай алады деп ойлаймын. Финансирование мен просто айтпай қояйын, өйткені мен ондай жұмыстармен вообще айналыспаймын. Қоштасып ұзақ кетуге қимай, кеудеме сыймай. Қазақстан пікірсайыс чемпионатының ұйымдастырушылары турнирге осыған дейін болмаған жаңа ерекшелік қосты. Олар дебатерлер тек мықты спикерлер ғана емес, сонымен қатар басқа да өнерлері бар екенін көрсетті. Бұл кішігірім іс-шара талант шоу деп аталады. Пікірсайысшылар ән айту, домбырада ойнау, өлеңдер оқу арқылы өз өнерлерін көрсетіп, көрермендерге паш етті. Біріншіден қызғаншақтау, екіншіден мен өте пәк адаммын. Бәріне төзгенермін. Ұл адамақ боларым мен әйтеуір, обалына қалам ғой өзгелердің. Соңғы 7-8 раундтар аяқталып, турнирдің іріктеу раундтарына қорытынды жасалды. Плей-офф раундтарына Альфа лигасынан Дәулет пен Айдана 2-ші орынмен брейк жасады. Ал біз Шыңғыс екеуміз 6-ші орынмен брейк жасадық. Осылайша турнирдің іріктеу раундтары аяқталды. Excuse me for my mess, my heart's been pouring through my chest. I fell through corridors of broken floors. I'm sorry that I left, fell asleep in my new bed. I can't feel happy in my head.
Сонымен достар, өткен 2 күндегі нәтижелер бізді турнирдің ең маңызды күні, 3-ші жеңімпаздарды анықтайтын күнге алып келді. Өткен нәтижелер маңызды емес. Маңыздысы тек алда қалған 3 раунд. Я қиялдаймын, не бір нәрсені армандаймын, бірақ әрекет қылмаймын. Көп кідірмей, турнирдің 1/4 финалы басталды. Сәлем, Қазақстан пікірсайыс чемпионатының 3-ші күні. Біз қазір 1/4 ойнап шықтық. Негізі өтуіміз керек, ары қарай, бірақ десе де әлі ойын ойдаған шыққан жоқ. Жалпы Қазақстан пікірсайыс чемпионаты бізде өте қиын келіп жатыр қазір, өте қиын болып жатыр. 2 күнде ойдағыдай болып жатқан жоқ. Ал бізге бұл турнир жеңу өте маңызды, өте қалап жатыр осы турнир жеңу, себебі біз Аслан екеуміз бірге команда ретінде уже 7 шығарға кап, күлтегін, көшпелілер көкжиегі деген секілді гранд турнир жеңдік. Анау соңғы турнир болып қалып тұрады, сол үшін қатты жеңгіміз келіп жатыр. Пока что вот осындай болып жатыр. Сол үшін бізде қазір бір полуфиналға, финалға мотивация өте жоғары. Жалпы қиын жол болып жатыр, бірақ финал, осы полуфинал деген біз үшін маңызды бір шешуші сәттер болып тұр. Осы жерде бір табандылық таныту керек, себебі біз өзіміз Барселона деген клубқа болеть етеміз. Өзімізді как будто Барселона секілді сезініп жатырмыз, себебі Барселона бір сезондарда айырады, мысалы көшпендер көкжиегі, білмеймін, басқа бір турнирларда жақсы ойын көрсетсек, мына турнирде ондай болып жатқан жоқ та біздің деңгейімізде, себебі хайрумдарда да ойнап жатқан жоқпыз, осы турнирде фаворит дегендерге қарсы әлі ойнаған да жоқпыз біз көпшілігіне қарсы да. Вот осындай секілді болып жатыр. Барселона да дәл сондай бір жылдары айырады, бір сезондары қадалып бастайды. Сол кезде мен бірақ бір нәрсеге жынданатынбыз Барселонаға. Өйткені Барселона таблода 2-0 және де 80-ші минут болса, әшейін допты теуіп жүре береді, былай ары ойнамай қоя салады, болды ұтылдық деп оңай беріле салатын секілді көрінеді да. Ал біз ондай болмау керек осы моментте. Яғни қазір Барселона сияқты болатын болсақ, біз енді Барселонадан не жетіспейді деп қарасақ, соны өзімізде жетістіру керекпіз деп ойлап жатырмыз. До конца табандылық таныту керек, до конца ойнау керек, до конца аргумент, ребатл ойлап табу керек, кеңейту ойлап табу керек. Былайша айтқанда, бізге осы полуфинал мен финалда барымыз салып ойнау керек болып тұр. Сол кезде мүмкін біз жеңеміз. Қалай келе жатыр? Окей, сәлем. Менен бірінші интервью алған кезде мен бірінші раундтан кейін қуып екінші раундқа алғанбыз. Одан кейін біздің жол өте жақсы болды. Біз тек хайрумдарда ойнадық. Ол жерлерде бірінші, екінші раундтар алдық. Соңында екінші орынмен брейкке өттік, бірақ бірінші орынмен брейкке өткен командамен біздің ұпайлар тең, то есть Ерке Бұлан мен Лаурада 20, бізде тоже 20, бірақ олардың спикерскилар, видимо, жоғарырақ, и біз үздік спикер бола алмай шығармыз. Бірақ ол маңызды емес, біздің басты қазіргі жол, 2 күнде біз жақсы ойындар көрсеттік, біздің коннект барлығы жақсы болып жатыр. Әрине 1/4 финалдан бастап бұл жаңа жол, бүгін жаңа күн, барлық командаларда жаңа мотивация, жаңа Шыңғыстардың командалары бар, Шыңғыс пен Аслан, Элина мен Азиза, басқа да командалар бар, Самат, білмеймін, көп командалардың барлығы бізді жеңуге дайындалып жатыр деп ойлаймын, бірақ бізде осал болмай 3 күнде де бір темпте жақсы ойнап шығамыз деп үміттенемін, және де біз ұтамыз деген настроймен келдік. 1/4 жайлы айтатын болсам, 1/4 қызық болды, жақсы болды деп ойлаймын. Біз өз ойынымызға қанағаттандық, 1/2-ге өту керекпіз деп ойлаймыз, бірақ білмеймін төреші не шешетінін. Надеюсь, 1/2-де біз боламыз. Жақсы, бізде қазір кеше 4-ші орынмен брейк жасаған, яғни топ 4-ке кірген команда, ол Элина мен Азиза, Парасат С,
парасат си деген командасы, олардың сұрап көрейік. Сендерде кутстағы жолдарың қалай болып жатыр? Яғни 2 күн отборкада қалай ойын көрсеттіңдер, 1-4 қалай болып жатыр? Бізде жалпы жолы қиын болды, себебі біз бірінші раунда 2 алдық, екінші раунда тағы да 2 алдық, бірақ сосын біз уже 7-ші раунда біз хай румда жеттік, сондықтан да сол румда бірінші ранг алдық. Біз осы раундтан кейін біз өте қуанышты болды бізде. Ал және 1-4 финал өте қиын болды бізде. Мен үшін ол эмоционалды резолюция қарар, себебі там еврейлер, ол маған еврей халық, ол ұйғыр халыққа өте ұқсас, сондықтан да маған өте қиын және эмоционалды раунд болды. Жақсы, рахмет. Және де кутстан не күтесіңдер жалпы? Қай жерге шейін барасыңдар, или қандай мақсат қойып келдіңдер кутсқа? Негізі біз Элинамен оны талқылаған кезде бізде тіпті таңдау болса да біз бета-лигаға емес, негізгі алаңға өтіп, біздің басты мотивациямыз да сыйлық немесе ол емес, сол финалға жетіп жеңіс болды. Сондықтан біз жеңеміз деп ойлаймыз. Бізде Айдана мен Дәулет бірге бір командада ойнады. Олар кеше 2-ші болып бірігіп түсті, бірақ командалық ұпайлары 1-ші орынмен бірдей. Яғни олар, былайша айтқанда топ команда, Топ командадан сұрап көрейік, резолюциялар қалай болып жатыр, бас төрешілердің беріп жатқан резолюциялары. Соған қысқаша өз ойыңды айтып кетсең. Іріктеу 8 раунды бойынша алғашқы бірінші күндегі 4 раундтың 2-і маған кішкене балансы жоқ сияқты болып көрінді. Ол саяси партияларға байланысты тақырып. Одан кейінгі белсенді пікірсайысшылар туралы кішкене білмеймін, толық анализ жасамадым, талдау жасамадым, бірақ та кішкене баланс жағынан төменірек болып көрінді. Одан кейін технология жайлы тақырыптар маған ұнамайды, обычно, поэтому ақыл технологиясы деген тақырып ұнамады, өйткені ондай тақырыптар тым түсініксіз, тым абстрактты. Ол жерде 4 команда 4 әлемге бұрылып кетуі мүмкін, то есть қиын. Нақты нәрселермен пікірсайысу ол жерлерде кішкене сәл қиындау болып көрінеді. Бірақ 2-ші күннің тақырыптары өте күшті болды. Спорт туралы болсын, басқасы болсын. 2-ші күндегі 4 раунд та маған ұнады қатты. Сол кездегі раундтарымыз да өте қызық болды. Сондай маған керемет ұнады. 1-4-ке келетін болсақ, 1-4 өте үлкен білімді қажет етеді. Негізі тарихи білімді, саяси білімді қажет етеді. Өкінішке орай ондай біліміміз сәл азырақ екен, менің де әріптесімнің де, сондықтан да бізге сәл қиындау болған сияқты. Бірақ та негізі жақсы ойнап шыққан сияқтымыз, қазір нәтижесін көре жатармыз. Бірақ та егер де барлық осы 8 іріктеу раунды мен осы 1-4-тің қарарларын қарастырсақ, жалпы 9 қарардың ішінде ең қиыны бізге осы 1-4 болған сияқты. Ал 2-ші күндегі тақырыптар топ. 1-4 финалының нәтижесі бойынша біз Шыңғыс екеуміз де, Айдана мен Дәулет те жартылай финалға жолдама алдық. Альфа лиганың жартылай финалымен қатар бета лиганың финалы өтті. Бета лига финал аяқталған соң, асыға күткен жартылай финалымыздың шешімі жарияланды. Бізде ортақ шешіммен бірінші өтетін парасат G ашушы үкімет. Екінші болып өтетін араты 501 жауапты. Гранд турнирде жеңімпазы болуға бір раунд қалды. Төртеуге біреу. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture
capture it. Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back's to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Осылайша тартысқа толы болған гранд финал аяқталды. Төрешілер финалдың шешімін шығарғанша, біз қатысушылардан эмоцияларды суытпай, финалдағы ойын жайлы пікірлерін сұрап шықтық. Финалдың қарары деген от болды, Құлмырзаның сөзі деген от болды. Біз өте жақсы ойнадық, біз жеңіске дайынбыз. Өтті, қызық болды, маған ұнады, ойын қызық болды. Әрине біз ұттық деп ойлаймын. Финал қазір бітті. Өте қызық ойын болды, өте қызық қарар болды. Менің де ойымша, біз бұл финалда жеңіске жетеміз. Мен жеке пікірім бойынша Резада оппозиция кішкене ойнау оңайырақ болды деп ойлаймын. Но соған қарамастан ашушы оппозицияның бірінші ранг алуға шансы возможно ең көп шығар.
но мен өзім туралы айтатын болсам, бізде тоже шанстар бар. Керемет емес, бізде шанстар бар. Ашық үкіметте шанс жоқ, жау жапайсың, білмеймін. Тоже не очень. Сондай. Ашық үкіметте Парасатжай Даулетпен Айдана. Қошемет біздің екінші финалистіміз жабышы оппозицияда Үміт Б. Самат пен Құлмырза. Жарайды, енді ақырын аяқтайық. Бізде шешім 1 сағат 8 минут ішінде шықты. Спринт 4-1. Үшінші финалист Үміт А. Еркебұлан. Қошемет, қайда. Енді ең максимал түрде шапалақтайық. Оларға тағы бір қошемет. Жаңағы қошеметтен асатындай максимал түрде біздің чемпиондарымыз оратор 501 Артемий Шубас. Иә, Қазақстан пікірсайыс чемпионаты да өз мәресіне жетті. Жеңістен алған эмоцияларды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ал турнирдің атмосферасы одан да жоғары сезімдер сыйлады. Кез келген турнир пікірсайысшы үшін үлкен маңызға ие іс-шара болып табылады. Спикер ретінде даму, сөз шеберлігіңді арттыру, критикалық ойлауыңды шыңдау, достарыңмен қызықты уақыт өткізу, осының барлығын бір турнирден ала аласың. Қазақстан пікірсайыс чемпионаты осының бәрін артығымен берді. Сол үшін үлкен рахмет. Турнир жеке маған күшті эмоциялар сыйлады. 6 жыл дебат ойнап жатқаннан кейін үлкен адреналин сезіну қиын. Бірақ бұл турнирдің атмосферасы және турнирге қатысқан пікірсайысшылар дебаттан алуға болатын барлық сезімдер спектрін сезінуге көмектесті. Куз 23-ті бағындырмасам да, бұл турнир менің есімде ұзақ уақытқа сақталады. Сол үшін барлығына, әсіресе Айданаға үлкен рахмет. Турнир жеңу, мықты спикер болу 2017 жылғы жас буын мен үшін өте үлкен мақсат болып көрінеді. Сол мақсаттарға жету әрине өте үлкен қуаныш сыйлайды. Бірақ ол ең маңыздысы емес. Маңыздысы даму жолында осы қуаныштарды бөлісе алатын достарымның қасымда болуы. Барлығыңа рахмет. You heard that last time, you know